Қайырлы күн, құрметті достар, сіздермен бүгін 2 сыныптың 73-ші сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы жиынды элементтерінің саны бірдей бөліктерге және тең бөліктерге бөліктеу. Бөлу. Бірінші есеп. Практикалық жұмыс. Жиынды элементтерінің саны бірдей бөліктерге және тең бөліктерге бөліктеу. 6 шаршыны 3 оқушыға теңдей етіп үлестір. Төмендегі нұсқаулық бойынша орында. Алдымен 3 оқушыға бір шаршыдан бер. Олай болса, бірінші шаршыны бірінші балаға берейік. Екінші шаршыны екінші балаға берейік. Үшінші шаршыны үшінші балаға берейік. Міне алғашқы 3 шаршыны 3 оқушыға үлестірдік. Енді қалған шаршыларды да әр оқушыға осылай үлестір. Сонда 4-ші шаршыны бірінші балаға береміз. 5-ші шаршыны екінші балаға береміз. 6-шы шаршыны 3-ші балаға береміз. Сонда 6 шаршыдан 3 шаршыны азайтамыз. Тағы да 3 шаршыны азайтамыз. Барлық шаршыны үлестірдік. Енді әр бала қанша шаршыдан алады? 6-ны 3-ке бөлеміз. 3 балаға бөлсек, әр қайсысы 2 шаршыдан алған екен. Енді 6 шаршыны 3-3-тен оқушыларға үлестір. Әрбір оқушыға 3 шаршыдан үлестір. Сонда бастапқы 3 шаршыны 1 оқушыға үлестіреміз. Одан кейін қалған 3 шарды 2-ші оқушыға үлестіреміз. Олай болса, 6-дан 3-ті азайтсақ, және одан тағы 3-ті азайтсақ, барлық шарды үлестірдік. Енді сұрақ, неше оқушы шаршы алды? Олай болса, 6 шаршыны 3 шаршыға бөлеміз. 3-еуден алды, Олай болса, 2 оқушыға үлестірген екен. Жауабы 2 оқушы шаршы алды. Келесі екінші есеп. Кесінділерді сызып, есептерді шығар. Есептердің шешуін салыстыр. А есебі. Ұзындығы 10 см кесінді 2 тең бөлікке бөлінген. Кесіндінің бір бөлігінің ұзындығы неге тең? Олай болса, А есебінде бірінші кесіндіміз 10 см. Оны тура 2-ге бөлу керек. Сонда осындай кесінді пайда болады. Енді оның қанша сантиметр екендігін анықтайық. Олай болса, 10 сантиметрді тура 2-ге бөлу керек. Сонда пайда болған кесінді 5 сантиметр екен. Енді А есебі ұзындығы 10 сантиметр кесінді бірнеше бөлікке бөлінген, әр бөлігінің ұзындығы 2 сантиметрге тең. Кесінді неше бөлікке бөлінген? Олай болса, 10 сантиметрлік кесінді берілген, оны тура 2 сантиметрден бөлген. Сонда әрбір бөлігі 2 сантиметр. Міне, олай болса, осындай 5 бөлік бар екен. Олай болса, 10 сантиметрді 2 сантиметрге бөлу керек. Сонда қанша бөлік екендігі анықталады? 5 бөлікке бөлінген. Сонда А есебінің жауабы 5 сантиметр, А есебінің жауабы 5 бөлік болады. Келесі үшінші есеп. Кесте тігетін жіптерді 4 қызға 2-2-ден теңдей бөліп беру үшін неше жіп керек? Олай болса, 4 қызға 2-ден тиюі керек. Сонда 2-ні көбейтсек, 8 жіп қажет екен. Жауабы 4 қызға 8 жіп қажет.
Келесі төртінші есеп санағыш таяқшаларын пайдаланып бөлу амалының дұрыстығын тексер. 12-ні 3-ке бөлген сонда 4 болады. Олай болса 12-ні 3 бөлікке бөлейік. Бұл жерде 12 таяқша бар. Мынау бірінші бөлік 4 таяқша. Екінші бөлік 4 таяқша. Үшінші бөлік 4 таяқша. Сонда әр қайсында 4 таяқшадан бар. Келесі 5-ші есеп шаңғы жарысында мәреге шаңғышылардың бірі 11 сағат 10 минутта, ал екіншісі одан 13 минутқа ерте келді. Екінші шаңғышы мәреге қай уақытта келді? Ерте болатын болса 11 сағат 10 минуттан бұрын келген екен. Олай болса 11 сағат 10 минуттан 13 минутты азайту керек. Бұл жерде 10 минут жетпейді, 13 минутқа. Олай болса 11 сағаттан 1 сағатты алып минутқа айналдырайық. Сонда 10 сағат қалады. 10 сағат. Сағатты минутқа айналдырғанда 60 минут. Оған 10 минутты қосамыз. Сонда 70 минут. 10 сағат 70 минут. Одан 13 минутты азайтайық. Олай болса 10 сағат 70 минуттан 13 минутты азайтсақ 57 минут болады. Сонда екінші шаңғышы мәреге 10 сағат 57 минутта жетеді екен. 10 сағат 57 минут. Келесі 6-ші есеп әр есепке өрнек құр, олардың мәнін тап. А есебі 20 спортшы 4 қатарға тең бөлініп тұрды. Әр қатарға неше спортшыдан тұрды? Сонда 20-ны 4-ке бөлеміз. Әр қатарға 5 спортшыдан тұрады. Жауабы 5 спортшы. Келесі ә есебі 20 спортшы әр қатарға 4-еуден тұрды. Спортшылар неше қатарға тұрды? Сонда 20-ны 4-ке бөлеміз. Спортшылардың саны 20, әр қатарда 4 спортшыдан тұрады. Сонда 5 қатар болады. Жауабы 5 қатар. Міне достар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды көру үшін видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.